Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан осылай жұп-жұмсақ дәмді болып шығатын пирог пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаны миксермен жақсылап араластырамыз. Қантты саламыз, әппақ болғанша жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз. Қаймақ саламыз. Тағы да миксермен араластырамыз. Ұнға разрыхитель қосамыз. Енді ұнымызды себелеп отырып саламыз. Ұнды салғанда 2-ге немесе 3-ге бөліп салыңыздар. Бәрін бірақ салып жіберуге болмайды. Міне осылай силиконовый лопаткамен араластырған өте ыңғайлы. Астынан үстіне қарай көтеріп қасығымызды кішкене. Міне осылай. Енді қазір барлығын бірақ саламын. Байқадыңыздар ма? Астынан ғана көтересіздер, жайлап араластырасыздар. Осылай қасығымызды кішкене сілкіп, жоғарыға көтеріп. Бір келкі болу керек. Мендегі форма 20 сантиметрлік пергамент қағазы төселген. Енді қазір дайын болған қамырымды құямын. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Сіздер енді өз пештеріңіздің ыңғайына қарайсыздар. Кей пештер қатты қызғандықтан градусын кішкене азайтып қою керек болады. Біздің пирогымыз дайын болды. Піскенін осылай ағаш шпажкамен немесе түс шұқығышпен шұқып көресіздер. Құп-құрғақ болса, пирогтарыңыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бетіне сахарный пудра септім. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты. Сеппесеңіздер де болады. Міне қараңыздар, пирог қалай шыққан. Жұп-жұмсақ. Өзіме қатты ұнайтын пирогтардың бірі. Құрамы да қол жетімді, жиі пісіремін. Өте жұп-жұмсақ болып шығатын пирог. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Астарыңыз дәмді болсын.